айрандай ұйыған, тату-тәтті, бірлікте өмір сүріп жатқан қарапайым қазақ отбасылардың бірі. 5 ұл тәрбиелеп отырған көп балалы Алмағамбетовтар әулетімен таныс болыңыздар. Қара шаңырақтың ақылшысы, арқа сүйер жан әкелері Алмағамбетов сәулет құрылыс басқармасында жұмыс жасаған. Қазіргі таңда жеке кәсіпкер. Әлемдегі ең мейірімді жан аяулы аналары Ахметова Ақнұр дәрігер болып жұмыс жасайды. 20 жыл бойы ана мен бала саласында қызмет атқарып келеді. Үйдің үлкені Арыстан. Алматы қаласындағы Әл-Фараби атындағы Қазақ ұлттық университетінің заңгер мамандығы бойынша 3-ші курс студенті. 2-ші жылдары Азамат. Алматы қаласындағы Казгаса университетінің инженер құрылысшы мамандығы бойынша 1-ші курс студенті. Ал бұл егіз Әкімжан мен Дәуіржан. Дүйсенов атындағы номері 15-ші мектеп-лицейдің 8-ші сынып оқушылары. Үйдің кенже ұлдары Сұлтан. Номер 253-ші орта мектептің 2-ші сынып оқушысы. Әке-аналары әрдайым ұлдарын жақсылыққа, ешкімнің ала-жібін аттамауға, адалдық пен мейірмандылыққа, жанашырлыққа тәрбиелеп қана қоймай, өздері де үлгі бола білді. Отбасы адам өміріндегі ең маңызды нәрсе. Отбасының тірегі сүйіспеншілік, бірлік және сенім. Отбасы жоқ адам қанатсыз құс пен тең. Ал бір-бірін сыйлап, бірін-бірі сүйіспеншілікке бөлеп отырған отбасы бар адам өте бақытты жан.